Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін балалардағы ішек құрты туралы әңгіме өрбітетін боламыз. Ішек құртының ауруы паразитаралық ауруға жатады. Ең көп таралған домалақ құрттар, олардың ішінде көбінесе аскаридалар. Бір қарағанда ұсақ паразиттер қауіпсіз көрінгенмен ағзаны улайтыны есте болсын. Әсіресе олар сәби ағзасында тез еніп, туған мекенінде орналасып алады. Бұл адам денсаулығына, әсіресе бала ағзасына кері әсерін тигізеді. Алайда оларды тез арада құтылу амалдарын жасауға болады. Назарларыңызға балалардағы ішек құрты ауруының белгілері, емдеу жолдары жөнінде ақпарат ұсынамыз. Сіздермен бірге денсаулыққа пайдаларыңызға арнаға жазылып, лайк басып кетіңіз. Сіздердің болмашы әрекеттеріңіз біздерді шабыттандырады. Ішек құртын жұқтыру өте оңай. Олардың жұмыртқасы барлық жерде болады. Тіпті таза үй ішінің өзінде кез келген заттың беткі бөлігі бала үшін қауіпті. Алайда паразиттің үй ішінен гөрі серуендеп жүргенде, дүкенге барғанда, балабақшадан жиі жұқтырады. Көбінесе балаларды тексеру барысында жылан құрт немесе үшкір құрт түрлері анықталады. Ішек құрт ауруының басты белгілері: бала үнемі құйрықтан төмен тартып, қышитыннан мазасызданады. Мынандай келеңсіздіктер өзі пайда болып, бірден өзі басылады. Көзінің асты қарайып, әлсіздік пайда болады. Ішек құрттар баланың орталық жүйке жүйесіне кері әсерін тигізгендіктен үнемі мазасызданып, түнгі ұйқысы тынышсызданады. Балаға суық тимесе де түнімен жөтеліп шығады. Ауруды анықтау және емдеу. Ішек құртының көзбен көру мүмкін емес. Оны тек анализ тапсырып қана анықтауға болады. Себебі олардан ағзаны тарату үшін қандай түрмен күресу керек екенін білу қажет. Копрограмма. Бұл тәсіл қалыпты, алайда тиімсіз. Тек нәтижесі анық болу үшін зәр, нәжіс қан тапсырып, анализдің анықтаған дұрыс. Мынандай анализдерді педиатр дәрігерлер 3 рет жасады. Қан анализі, жалпы анализге қан талдауы аш қарынға тапсырылады. Ішек құрттарының іште бар екенін көрсетеді. Ең бірінші орында эозинофилдер санына қарайды. Егерде осы көрсеткіш дұрыс шықпай, гемоглобині түсіп кетуі қосылса, онда тез арада ем қабылдау керек. Ауру неден пайда болады? Ішек құрттар көп жағдайда ет пен балықпен жасалған тағамдардан түседі. Ал мынандай жолмен түскен құрт ағзаға өте қауіпті. Сол себепті оларды дайындағанда сақтық шараларын ұстанып, ағзаны алдын ала дайындаған жөн. Мәселен, балықты суды қайнатқан соң салады. Балық салынған соң тағы кемінде 15-20 минуттай қайнату керек. Балықты қуырғанда жұқа етіп турап, кем дегенде 15-20 минут табанын қақпағын жауып қуырады. Балықтан жасалған пісірмелерді 1 сағат пісіру керек. Тұздалған балық дайындау үшін шамамен 10 кг балыққа 2 кг ас тұзын салып тұздайды. Содан соң 2 аптадан кейін жайып кептіреді. Еттен жасалған тағам дайындау үшін етті салып, бір қайнаған суын төгіп тастайды. Сосын қайтадан су қайнап, кемінде 1 сағаттан қайнайды. Сонда ғана ағзаға түрлі паразиттер түсуі аз болады. Аурудың алдын алу. Ішек құрттар пайда болмас үшін сақтану, профилактика қажет. Ол үшін тамақтанар алдында қолды міндетті түрде жуып, тамақты таза пісіріп, көкөністер мен жеміс-жидектерді тазалап жуу қажет. Сонымен қатар бала сарымсақ, қара жетек, сәбіз шырыны немесе одан жасалған салатқа өсімдік майы араластыру керек. Паразиттерден сақтану үшін ең тиімді тәсілі асқабақтың шикі дәні. Ішек құртынан сақтану үшін емдік шөптерден жасалған шайларды да пайдаланса болады. Ішек құртын емдеу. Ішек құртын емдеу үшін антигельминтикалық препараттар тағайындалады. Жалпы балада және ересекте бренинг құрттарын емдеу бірдей препараттармен жүзеге асырылады. Ерекшелік: жүкті және бала емізілген әйелдерде, сәбилер. Дәрі-дәрмекпен емдеу науқастың жеке ерекшеліктері және белсенді затты нақты мөлшерін таңдауды ескере отырып, дәрігер белгілейді. Кейбір жағдайда емдеудің екінші курсы 2 апта аралығымен жүзеге асырылады. Инфекция қаупі жоғары болғандықтан, отбасының барлық мүшелері және пациентпен тығыз байланыста болған адамдарды емдеу маңызды. Халықтық ем. Ішек құртынан қалайда арылуға болады деген сұраққа жауап берудің балама тәсілдері келесі нұсқаларда ұсынылады. Сарымсақпен емдеу. Сарымсақтың 2 ұсынылған түрін біріне-бірін қатар қойып, сумен араластырылады. Ұйқы алдында ауызға қабылданады.
3 күн бойы көп мөлшерде сумен жуады. 1 аптадан кейін курс қайталанады. Асқабақпен емдеу. 100 грамм ұсақталған шикі асқабақ тұқымы 100 мг зәйтүн майымен араластырылады. 3 күн бойы қоспаны таңертең аш қарынға алыңыз. Тамақтанудан 3 сағат бұрын. 2 күндік үзілістен кейін курс қайталанады. Асқабақ тұқымдарының отбары да тиімді. Пиязбен емдеу. Пиязбен емдеу ұсақталған пияздың шамамен 100 грамм 1 шай қасық тұз және 50 мг күнбағыс майы араластырылады. 5 күн бойы төсек алдында қолданылады. Күрішпен емдеу. Түнде малынған күріш 50 грамм қайнатылып, 2 ас қасық құрғақ имбирмен және 1 ас қасық қалампыр ұнтағымен араластырылады. Алынған ботқаны таңғы аста жейді. 2 сағаттан кейін 1 стакан тұзды су ішіңіз. 200 мг үшін 1 шай қасық тұз. Курс 6 күнге созылады. Сіздермен бірге денсаулыққа пайдалы арнасы. Видео ұнаған болса достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі кездескенше аман жүріңіз.